Біз сияқты жаңағы аштан шыққан 90-шы жылдардың баласы емессіңдер ғой. Бұл дегеніміз 30 жастағы кризис деп аталады. Негізі журналистерге де психологиялық көмек керек кейбірде. Тіпті программист болудың өзі қаншалықты менің арманым болды. Гуглда жұмыс істейтін қазақ қызы деген мәртебе олар үшін жаңағы пьедесталға қойып соған қарай ұмтылатын бір сондай бір мақсат сияқты болып кетті де. Арманың жоқ шығар одан басқа деген сияқты ойлары болады. Сосын ойлайсың, солай шығар деп жүре бересің, бірақ жұмыста жаңағы тапсырма берсе тез бітіріп тастағың келеді да, құтылғың келеді. Олар өздерін бағалайды, өздерін жаңағы әдемі киімсіз, макияжсыз бағалай алады, және ол өздерінің құндылығын жаңағы ер адамға әдемі болып көрінуден іздемейді, ол өздерінің құндылығын өздерінен іздейді. Бірінші сигналдар ол жұмысты тек қана бастаған кезде де болған. Қыз ретінде өзіңнің осы өмірге сүруге лайықты екеніңді артық дәлелдеуің керексің. Артық дәлелдеуің керексің. Ол себебі мен үшін қуанбайды, ол өздерінің қыздары, өздерінің жаңа қарындастары сондай жетістікке болашақта жетіп жатса қандай керемет деген бір үміт пайда болатын сияқты. Ой, айтып тұрғаның дұрыс, психологқа бару керек маған да. Сәлем, қалай? Сәлем, Ақсәуле. Көрермендер біле жатар, кейін осыдан 6 күн бұрын ба, 5 күн бұрын ба мен саған хабарластым. Арай, сенімен кездесуге бола ма деп. Сосын сен дедің. Сосын екеуміз бір кофеханада кездестік те, мен саған айттым, көптен ойымда жүрген ой бар еді, көкейімде жүрген қазақ тілінде Кремний алқабына байланысты білім, ғылым, технология, қоғам, мәдениет, жалпы көп салаларды қамтитын бір подкаст жасағым келіп жүр. Сен сонымен бірге бастайсың ба деген менде саған сұрақ болды. Соған сен де жауап бердің. Өте күшті ой, себебі осы жерде тұрып ішкі салада не болып жатқанын айтып бере алатын адамдарды жинап шақырып сұрақ қойып, олардың пікірлерімен бөлісіп, тәжірибесі қандай екенін біліп жатқан менің ойымша өте керемет нәрсе сияқты. Сол себепті мен қуана келістім. Өте керемет ой, маған үлкен мәртебе. Сондықтан шақырғаныңа рахмет. Осындай подкасттар соңғы кезде көп қой. Біз солардың бірі боламыз ба, көптің бірі боламыз ба, қалай ойлайсың? Бұл жерде бір сыймай жатқан пул жоқ сияқты. Себебі қанша жасасаң да қазір ақпараттың заманы, сондықтан жақсы пайдалы ақпарат болып жатса неге бөліспеске. Онда бірінші сұрағым, біз қазір қай жерде отырмыз, қандай географиялық аумақта? Біз Америка штатында, Калифорния штатында, Америкада, Пало-Альто қаласында қазір стартаптардың құрылып жатқан ең бір қайнап жатқан қазанның ортасында мұз орналастық. Осы жерде қазір жаңа Silk Road Innovation Hub-тың студиясында қазір подкаст жазамыз. Рахмет оларға. Оларға көп рахмет. Бізге қыстырлық орын беріп жатырғандарына. Мүмкіндікке. Басында. Подкастымызды Цукербергтің көршілері деп атауды жөн көрдік. Өйткені Арай осы Кремний алқабындағы Саннивейл қаласында тұрады, мен Кремний алқабындағы Менло Парк қаласындамын. Менло Парк қаласында Мета компаниясының штаб-пәтері орналасқан ғой. Сондықтан біз өзімізді Цукербергтің көршілері деп атауды жөн көрдік. Өте қызық, жақсы атау секілді, себебі сол атауда барлық өзіміздің жеткізгіміз келген мағына жатқан секілді. Себебі Цукербергтің тұрған жері, ол дегеніміз Бэй-Эрия, ол Менло Парк, ол Пало-Альто, Купертино, Саннивейл. Себебі жаңа үлкен топ компаниялардың орналасқан жерде осы қалалар бәрі жайылып, осындай бір үлкен ауыл, қала ретінде, аудан ретінде орналасқан. Сондықтан осы жерде тұрып, сол кісілермен көшіп болып тұрған кездегі өміріміз қандай? Бұл жерде тұрып жатқан басқа адамдарымыз ғылыммен айналысатын, инженериямен айналысатын, дизайн, менеджмент, стартап ашып жатқандар. Және қарапайым біз сияқты адамдар да олардың да өмірлері қызық болса ол туралы айтамыз. Бэй-Эрия дегеніміз мүмкін көп адам біле бермейтін шығар, ол Сан-Франциско шығанағы аумағы деген сөзді білдіреді. Яғни Кремний алқабы Сан-Франциско қаласының шығанағын
қоршап орналасқан, дұрыс па? Рас. Сан-Франциско қаласы мен Сан-Хозенің арасы Бэй Эйр деп есептеледі ау деймін, солтүстіктен оңтүстікке дейін. Иә, Саус Бэй деп оны бөледі. Мысалға жаңағы Гуглдың орналасқан жері, біздің Саннибейл қала жақтарымыз, ол Саус Бэй. Ол дегеніміз оңтүстік Бэй Эйр деп аталады. Сондықтан жаңағы солтүстік жағы сол Сан-Францисконы қоса ала, кішкене солтүстікке жаңағы көпірден Голден Гейттен асып барып қосу мүмкін. Сол жалпы қымбатты достар, егер бүгін біздің бірінші шығарылмамыз қандай да бір қателік, толқу немесе білмеймін, қандай да бір дұрыс емес деп ойлайтын бір қадамдар жасалып жатса, одан алдын ала кешірім сұраймыз, түзелуге уәде береміз. Мен ең бірінші подкастты кімнен бастаймыз деген ой келгенде, мен Арайға ұсыныс тастадым. Ешкімді шақырмай-ақ қояйық, бір-бірімізге сұрақ қояйық. Өйткені бізді көрермендер біле бермеуі мүмкін. Неге біз осындай подкаст жасағымыз келіп отыр, сол туралы ойымызбен бөлісеміз. Осы жаңа өзіміздің арамыздағы бүгін әңгіме ғана болады. Сондықтан Арай, мен сені гуглдадым. Бұған дейін Арай бірнеше жерде сұхбат беріп жүр, айтылмаған нәрселер болса сол жағын қозғайын деп. Сонда байқағаным, осыдан 6 ай бұрын ба, 7 ай бұрын ба Нәрік Би Лайф арнасына сұхбат беріпсің. Өте ұнады маған. Рекомендую Нәрік Би Лайф арнасын. Оның тақырыбы былай болды. Сен туралы подкаст, сенмен болған сұхбат. Гуглда істейтін қазақ қызы. Ол енді сенің екінші атыңа брендке айналған сияқты. Ол сұхбатты бүгін берсең, ол подкаст қалай аталушы еді? Бүгінгі кезде, шынымен де уақыт өткен сайын адамда өзгереді екен, себебі іште неше түрлі өзгерістер болып жатады, адам дамиды, оқиды, көреді. Сол себепті қазіргі күні мүмкін маған ең маңызды тақырыптардың бірі әйел табиғаты, әйелдің дамуы, осы өмірдегі рөлі, ол тек қана ана болу, тек қана әйел болу, тек қана біреудің жұбайы болу, немесе тек қана біреудің қызы болу ғана емес. Жалпы қыз бала туылғаннан кейін өсіп, есейіп, сол кезеңдердің бәрін өткен кездегі бір рөлі қандай деген бір тақырыптар өте маңызды. Сол себепті соны көбірек айтар едім деп ойлаймын. Яғни ол подкасттың аты қалай болушы еді? Гуглдағы қазақ қызы деп аталушы ма еді? Қазақ қызының есеюі қалай деген сияқты бір тақырыптар болатын еді. Қазақ қызы қалай есейіп жатыр деген сияқты ма? Оны тақырыпты неге сұрап отқан себебім? Өйткені сен туралы көпшілік, меніңше, осыдан бірер жыл бұрын Қазақстан Республикасының президенті Тоқаевпен Digital Nomads ұйымының кездесуі болған кезде білді деп ойлаймын. Өйткені сол жерден жарқырап Тоқаевтың алдына шығып қазақша IT саласы туралы түсіндіріп өзіңді таныстырдың. Сенің Гуглда жұмыс істейтініңді сол кезде адамдарға айтылды. Содан кейін жұрттың барлығында мынадай керемет рол модел сияқты бір сондай образ қалыптасты сенде. Өйткені сен өзің сондай әдемі, ибалы, иманды қыз екенің көрініп тұр. Ақылдысың. Google компаниясына кез келген адам бар, орналасып жұмыс істей бермейді. Қазақшаң қандай судай, таза. Соның барлығы бір жерге қосылып, Гуглда жұмыс істейтін қазақ қызы Арай Сабыржан деп сондай бір брендке айналып кеткен сияқтысың. Қалай ойлайсың? Мен сол осы сенің брендке айналуыңнан мынадай қорытынды жасап отырмын да. Қазақ қоғамы сусап қалған осындай әйел образдарына, қазақ қыздарының образдарына. Өйткені Гуглда жұмыс істейтін қазақ қызы деген мәртебе олар үшін жаңағы пьедесталға қойып, соған қарай ұмтылатын бір сондай бір мақсат сияқты болып кетті де. Неліктен қазақ қоғамы ондай образға сусады? Менің ойымша, өзім мысалға көп еркек жандар өздері бір жетістікке жетіп жатса, маған ешбір тимейді. Жақсы, енді тауға шығып жатыр, компанияға жұмысқа тұрып жатыр, онда тұрған ештеңе жоқ деген сияқты өзіммен бір таппаймын ешқандай бір связіміз ба? Соны таппағаннан кейін ассоциация жоқ, содан кейін жарайды, жүрген адам өзінің жетістіктеріне жетіп жатыр. Бірақ жас қыз, жас әйел, менің мысалы Килиманджароға барғаным ғой, себебі оған дейін көрген, мен өзім Инстаграм парақшасында қарап жүрген бір әйел соған барып келді. Содан кейін сенен кейін? Жоқ, маған дейін қарап барып келді, содан кейін мен деген мына кісі, мына әйел барып келсе, онда мен де бара аламын ғой деген сияқты менің ішімде өзімде бір лимиттер бұзылып, содан кейін мен өзіме сондай мүмкіндіктің бар екенін сездім. Сол себепті менің ойымша біздің Қазақстандағы қоғамда
жаңағы осындай Google-да істеген қыз дегенді естігеннің өзі біздің де қызымыздың болашағы соған бір апарар жолы бар екенін, жолының ашық екенін, қол жетімді екендігінің бір белгісі ретінде көрсетілген секілді. Сол себепті бәрі қуанып, сондай бір ол себебі мен үшін қуанбайды, ол өздерінің қыздары, өздерінің жаңағы қарындастары сондай жетістікке болашақта жетіп жатса қандай керемет деген бір үміт пайда болатын сияқты. Сондықтан жаңағы орысша айтқанда наура приняли дейді ғой, яғни сусап қалғандығы қуана дөп түстің. Демек ол қазақ қоғамындағы бір қыздарға деген, қазақша сөйлейтін қыздарға деген, ауылдан немесе кішкентай қаладан шыққан қыздарға деген бір expectation дейміз ғой, оны қалай айтамыз? Күту. Олардың бір өмір жолы туралы олардың түсінігін өзгертіп келе жатқандығын көрсете ме? Солай ойлаймын, себебі бұрын қарайтын болсақ, онда жаңағы ауылдан болсын, әйел жандардың тұрмысқа тиюінен басқа қандай мүмкіндік бар? Жұмысқа тұрмау мүмкін, уақыты мұғалім, мектепте мұғалім болады, дүкенде сатушы болады. Одан ары не бар деген кезде біз сыртқа әлемді көрсете білсек, ол деген өте жақсы бір нәтижелерге әкелетін сияқты. Енді бүгін жаңалық айтамыз. Бүгін сенің жаңалығыңды, сен қазір Google-да жұмыс істемейсің, дұрыс қой? Қазір жұмыс істемеймін. Жұмыстан шығып кеттім. Шығып кеткеніме біраз болды. Енді оған да бір шешім қабылдап, сондай бір кезеңге келген деймін. Бұны жаңағы жауабымды іздедім, не болып жатыр ішкі түйсігімде, ішімде, көкірегімде қандай өзгерістер болып жатыр, ішкі даусым не айтады деген сияқты бір кезеңге келген кезде негізі бұл дегеніміз индивидуация деп аталады, адамның есею кезеңі. Бұл дегеніміз жаңа адам дүниеге келген кезде кішкентай кезден бастап ата-аналары, үлкендер не айтады, соны істейді. Себебі өмір сүру керек, себебі оларды тыңдай аласыз, бәрі жақсы болады өмірде. Сол негізі әр адамда әр жаста болады. Туғаннан 20-дан бастап 30 жас, 40 кез келген жасқа дейін бір кезеңде адам өзі піскеннен кейін ойлайтын, бәрі менің мақсатым емес сияқты, бәрі менің ойым емес сияқты. Тұжырым, неше түрлі жаңағы естіген сәттердің бәрі маған бәрі келмеуі мүмкін, қайсысы менікі емес деген іште бір жұмыс болады. Сол сәтте түсінгенім, ақырындап сол келгеннен кейін тіпті программист болудың өзі қаншалықты менің арманым болды, қаншалықты бұл керісінше мен үйдің үлкен қызы ретінде мүмкін ата-аналарымның мақтанышы болғым келді ма деген сияқты бір сәттер ғана болды. Сол себепті қаншалықты менің ішімнен келе жатқан немесе сыртқы мотивация мен ішкі мотивацияның айырмашылығы бар. Егер сыртқы мотивация мен жүрсеңіз, ол бір уақытқа дейін жетуі мүмкін, бірақ іште энергия болмаса, ол тоқтап қалады. Сонымен жаңағы бензинсіз машина ретінде сіз тұрасыз жай ғана. Немесе ішкі мотивация деген бар, ол ішкі мотивация іштегі күш-жігер, қайрат, энергияның бәрі сол іште қайнап жатады. Сол ішкі мотивация дегеніміз ішкі бір оймен, ниетпен істесеңіз, ол деген ұзаққа баратын адамның жолы деп ойлаймын. Сол сәтпен бәрі араласып келіп, осындай бір. Сонда Google-да программист болып жұмыс істеу сенің ішкі мотивацияң емес? Менің ішкі мотивациям емес, менің сыртқы мотивациям екенін түсіндім. Жақсы, осы жерден жаңағы айтады ғой, барлық нәрсенің басын ашып алайық деп. Яғни ешкім сені қыстаған жоқ, жұмыстан шығарған жоқ, немесе семьяда айтқан жоқ. Өзің барлығы шешімді өзің қабылдадың. Өзім шешім қабылдадым, Және жақындарың қалай қабылдады бұны, жолдасың? Әрине бұл өзгерістер, бірақ жаңағы жолдасыма мен тек қана мен жұмыстан шығам болды деп қана отырмаймын ғой. Ішкі сезімдерімнің бәрін бөлісіп айтып берген кезде мен сені тек қана қолдаймын, керек уақытыңды өзіңе ал, не керек, бәріне көмектесем деген сияқты тек қана қолдау көрсетіп, қасымда. Олжасқа. Жақсы. Жаңа сен айтып кеттің ғой, осындай бір ойлар пайда бола бастады, бұл менің мақсатым ба, ішкі арманым ба, менің көздегенім осы ма, жоқ па? Ең алғашқы ой қашан пайда болды, есіңде ме? Сәт. Осы триггер болған. Негізі оны мысалға бір жерде кеңес берерім, егер адам өзімен жұмыс істегісі келсе, психологпен жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Себебі ол жаңа бірінші сигналдар, ол жұмысты тек қана бастаған кезде де болған.
мен ойлағанмын осы жұмысты бастаған кезде мен жұмысқа тұрдым, бәрі күшті деп айтады, бәрі қолдарын шапалақтап, мә қандай күшті, бақытты шығарсың, ешқандай арман жұмыс, арманың жоқ шығар одан басқа деген сияқты ойлар болады. Сосын ойлайсың, солай шығар деп жүре бересің, бірақ жұмыста жаңағы тапсырма берсе тез бітіріп тастағың келеді да, құтылғың келеді. Тез бітіріп тастағаннан кейін тағы бір тапсырма келеді, одан тағы бір, оны ары қарай дамытып, жақсартып, гүлдендіріп, әсерлеп істеу жоқ ондай желание. Сол себепті бірінші сигналдар ол тіпті бірінші ең басындағы кезеңдерде болған секілді, бірақ сол психологтардың жұмысымен, солардың көмегімен өзімді өзім түсінуге келдім, өзімнің ішкі даусымды өзіме жол деген сияқты ашылып, сол кезде кәдімгідей ащы шындық дейді ғой, өзіңе айта білу өте бір қызық сәттер. Гуглда бар жоғы қанша жыл жұмыс істеп едің? 2 жыл істедім. 2 жылдың ішінде сонда бірінші күннен бастап психологқа жүгіндің ба, әлде қашан жүгіндіңіз, қай уақытта? Соңғы, мысалға қазірден айтатын болсақ, соңғы 3 жыл бойы психологтармен сессия өткіземін. Маған өте қатты ұнайды, себебі жаңа кішкентай кезінде болған сәттердің бәрі есіңе алады екенсің, не себепті сондай шешімге келдің, не себепті мен өскен кезде мықты қыз боламын, не себепті мен тек қана ақылды боламын деген сияқты қойған шешімдердің бәрін еске түсіріп, осы себепті, осы жағдайда маған біреу тиіскен кезде мен сондай шешімге келдім деген сияқты бәрін еске алып, қайтадан қарастырып, сосын шынымен де саған осылай керек па, шынымен де керек емес па? Сенің тілегің ба, сенің тілегің емес па? Сенің қалауың ба, сенің қалауың емес па? Себебі баланың санасы ол кішкентай ғой, ол әлемді түсінбейді, ол кезде эмоцияға батып кетуі мүмкін. Сол себепті сондай шешімдерге келесің. Қазір есейіп соған қараған кездегі бағаң мүлдем басқа, сондықтан өте қызықты. Балалық шақты бастадың. Қандай отбасыдан суреттеп кетесің ба балалық шағыңдағы бір күнді? Әрине, мен үйдің үлкен қызымын. Мамам, папам екеуі жаңағы сурет салу мамандығын бітірген, аяқтаған, өнерпаз адамдар, бірге оқып, сосын отбасын құрып, мен бірінші баламын, одан кейін інім, одан кейін сіңлім бар үйде. Мамамыз бен папамыз бірге отырып, ол кезде ауылдан көшіп келген, оқуын бітіргеннен кейін қай ауылдан, қай жақтан? Жаркентте еңбекші деген оңтүстік Қазақстанның адамдары. Талдықорғанның жанында. Талдықорған. Қазір болып қалдым ғой. Мен өзім батыс Қазақстан жақтамын, сондықтан төменгі жақтан білетінім Атырау, Ақтөбе, кішкене сол жақтар, Орал. Менікі керісінше. Картаны ашып көрейік. Сөйтіп екеуі жас отбасы құрып, Алматыға қайтадан көшіп келеді. Одан кейін екеуінің бір-біріне келісіп айтқаны балаларымыздың біліміне мән берейік депті. Сөйтіп папамыз барынша жұмыс істеген, мамамыз барынша үйде отырып біздің тәрбиемізге мән берген. Папаң бизнеспен айналысты? Бизнеспен, құрылыспен айналысты. Компаниясы бар? Компаниясын соңғы кезде ашып, шаршы деген ипі болды. Сөйтіп кәдімгідей жұмыс істеп, өте тәжірибесі мықты, өте қатты ұнайды. Сол енді мамамыз бен папамыздың бұл жерде қойған приоритетін айтатын болсақ, кішкентай кезімізден бастап үйде жаңағы неше түрлі логикаға арналған ойыншықтар өте көп болды үйде. Жаңағы тек қана сурет салу емес, жаңағы кубик, рубик, мысалға бір нәрселерді шешу, судоку деген нәрселер үйде толы болатын. Сосын басқа балалар ойнауға келген кезде олармен сабақ істеуіміз керек бірге, солар біздің ойыншықтармен ойнап отыра беретін. Сен жассың ғой маған қарағанда, сен жасыңды айтуға бола ма? 28-29-дасың, яғни сен кішкентай болған кезде ол 2000 жылдардың басы ғой. 2000 жылдардың басында уже ондай ойыншықтар болды, уже кішкене ақырындап пайда болды. Біз сияқты жаңағы аштан шыққан 90 жылдардың баласы емессіңдер. Мен 84 жылғымын, кішкене тоқтаусыңдар. Жақында бір инстаграмыма бір жерден көріп қалдым. 90 жылдары өскен балаларды психологиялық травма өте көп деген. Сіздер сәл-пәл тоқтық заманнан келдіңдер, бірақ сонда да бір қандай да бір болмасын өмірдегі өзінің арманың ба, әлде ата-ананың арманы ма деген сияқты сұрақ сені де мазалаған болып тұр ғой демек. Бұл деген кез келген адамға тән секілді, себебі бұл жерде дұрыс емес. Барлығымыз ата-ананың ризашылығын қалаймыз ғой. Және ата-ана да баласына барлық жақсылықты тілейді. Сол себепті өзінің түсінгенін балаға түсіндіреді. Бірақ баланың табиғатына ол тән болмауы да мүмкін. Бұл жерде ешқандай қате жоқ. Сен түсіністікпен қарап отырсың, бірақ қазір модный деп айтамыз ғой, сәнге айналып кетті ғой. Қазіргі жас аналар өздерінің балаларын басқаша тәрбиелегісі келеді, барлық еркіндікті бергісі келеді, балаға әй-шәй деуге болмайды. Ал оны біздің мамаларымыз түсінбейді, біздің папаларымыз. Бұрынғы тәрбие қайда, сіздер баланы бетімен жіберіңдер деген сияқты сын айтып. Соларға сен не дер едің?
яғни қазір мысалы үлкен тектоникалық өзгерістер болып жатыр қазақ қоғамында. Қазақ отбасында. Рас қой? Рас. Бұрын баланы қалай тәрбиеледі, қазір басқаша қарау керек. Соған біздің мама-папаларымыз, олардың ұрпағы, олардың поколениясы бір сын айтады, дұрыс емес дейді. Сен оларға не дер едің? Негізі мен ойымша біздің ата-аналарымыз өзінің тәжірибесіне байланысты айтып отыр. Себебі олардың жасы үлкен, ол кезде заман қиындау болды. Ол кезде кейбір жаңағы нәзіктікті қоя тұру керек. Себебі заман қиын, ол кезде тірлік жасау керек, ол кезде не болып жатқаны түсініксіз, барлығын сақ ұстап тұру керек деген сияқты бір толық фокус болу керек барлығына. Ол кезде ешқандай сезімге орын жоқ секілді. Сосын жаңағы пирамида Маслоу деген бар. Сол жерде адамның өмірінде экономикалық жағдайына байланысты, өзінің комфортына байланысты қандай мәселелер маңызды болады. Енді ең төмен жағын алатын болсақ, адамға ең бірінші барлығы ештеңе жоқ болған кезде бірінші тірі қалу, тамақ ішу, қауіпсіздікте болу, жаңа бір жерде тұру, үй, пәтер деген сияқты нәрселер ғана ең базалық заттар ғана керек болады. Ол кезде ешқандай эмоцияға орын жоқ. Одан кейін ақырындап комфорт кішкене өскеннен кейін екінші дәрежеде эмоцияға орын беріледі. Ол дегеніміз сол кісілердің балалары, себебі ол кісілер өздерінің балаларына жағдай жасауға тырысты. Енді ол кісілер айтады, біздің кезімізде бәрі қатал болды, біз деген кішкене гүлдендірейік деген сияқты балалардың эмоциясына орын беріп отыр. Бұл жерде енді біз білмейміз ғой ненің толыққанды дұрыс емес екендігін, себебі ол ата-аналардың балалары өзінің тәжірибесімен істеп отыр. Бірақ көптеген материалдар қазір жақсы жаңағы қолжетімді, сондықтан бәрін алып оқып шынымен білуге болады. Енді бұл жерде екі жағдайда әрине болады. Толыққанды босатып жіберіп балада кейін кішкене адасып қалуы мүмкін, ондай да жағдайлар мүмкін шығар, бірақ сонда да бұл жерде адамның эмоциясына қорқудың керегі жоқ деп ойлаймын. Тәжірибенің аздығынан ба басқа жаққа қарай бұрылып алып кеттім сені. Қайтып саған фокусты алып келейік. Сонымен Google-дан кеттің. Кеше ғана Фейсбукты отырғанда бір хабарлама көріп қалдым. Осы Сан-Франциско шығанағына Қазақстаннан көшіп келген қыз бала жазыпты. Қазақ-Американ қауымдастығы деген чатқа. Мен осында келдім, қазір жұмыс істеп жүрмін, бала күтушісі бола алам, үй сыпырып жинай алам. Пока маған сондай қаржылай көмек керек, егер сондай бір жұмыстарыңыз болса, маған беріңіздерші деген. Осы кезде саған сұрақ қойғым келіп отыр. Кейбір адамдар мысалға бала күтіп, үй жуып, ақша тауып, күн көруге тырысып жатыр. Привилегия деген сөзге қалай қарайсың? Жалпы мен сені привилегия ал деп отырған жоқпын. Мен Америкаға келгеннен кейін осы привилегия деген сөзді көп ести бастадым. Өйткені бұлар айтады, кейбір адам топтары привилегированный дейді, яғни туғаннан привилегиясы көп, оларға білімге, ақшаға, басқа да ресурстарға қол жетімді болды, және олардың өмірі басқаларға қарағанда жеңілірек болады. Ал кейбір адамдардың привилегиясы аз деген сияқты. Яғни Google сияқты жаңағы алпауыт компаниядан мен кеткім келеді деп кетіп қалу ол привилегия ма, және привилегия болмаса Қазақстанда сен сияқты, мысалға Жаркенттен болсын, Алматыдан болсын, мен сияқты Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе ауылынан болсын, қарап отырған адамдарға осындай жағдайға жету үшін не істеу керек? Сен сияқты жағдайға, яғни керек болса мен жұмысқа орналастым, керек емес кезінде өзіме керек емес екенін түсінген кезде шықтым. Бұл жерде бірнеше тақырып ойыма келіп отыр. Бірінші привилегия деген кезде адамның байлығының өзі бірнеше поколение ұрпаққа жетеді. Себебі бірінші ұрпақ, бірінші иммигранттар болуы мүмкін, бірінші ұрпақ ақшаны егер бай болам десе, онда барлығын жинауға тырысады. Екінші ұрпақ сақтап қалуға тырысады. Үшінші ұрпақ немесе төртінші ұрпақ бәрін таратып тастайды да қайтадан келе өсіріп, бесінші ұрпақ болса қайтадан байым деп қайтадан жинайды. Сол себепті бұл жерде жаңағы бұны дұрыс емес, мысалға біреудің жолы болып кетті, ода привилегия, біреудің жолы болмай жатыр, ол жерде ол кісіде привилегия жоқ, егер ол болатын болса, қандай жерге барып ұшатын еді деген сияқты айтудың соншалықты дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі жаңа біз өзіміз бақыттың не екенін деген кезде біз айтамыз, бізге ол деген жақсы машина, күшті үй, керемет отбасы, жылтыраған, күнде той деген сияқты сондай бір сыртқы жылтыраған жетістіктермен қоршап қоямыз да, соның ішінде мен болсам, мен бақытты боламын деп ойлаймыз. Сол сияқты ол Google-да жұмыс істегенде де тура сондай нәрсе. Мен Google-ға жұмысқа тұрсам, мен бақытты боламын деп барған сәт ол дұрыс емес, себебі бақыт
сол жерде жатқан жоқ. Бақыт деген адамның өзінің ішінде. Немен айналыссаң да, қандай мәселе, қандай проблема болып жатса да, адамның өзінің ішкі кезең ішінде болып жатқан жұмысқа байланысты деп ойлаймын. Сол себепті Қазақстанда отырып осындай компанияға жұмысқа тұрғым келеді. Себебі менің арманым, себебі мен осындай технологиялармен айналысқанды ұнатамын. Менің осындай бір сәтке келген шешімім сондай продукт болып айналса, адамдарға пайдасы тисе, мен сол себепті барғым келеді деген бір мақсат болса, онда ол керемет. Мен Google-ға тұрып бақытты болам, ақша табам, күшті болам, маған бәрі мақтау айтады деген болса, онда бұл деген уже сыртқы мотивацияның күші ол көпке бармайды, жаңағы айтқандай. Моторға жетпей қалады. Мен сенімен толықтай келісем, осы привилегия туралы сұрақты өзім ойланған кезде ойладым, бізде Қазақстанда біреудің привилегиясы көп, біреудің привилегиясы аз деп айта алмаймыз. Қаншалықты мүмкін Назарбаев әулетінің балалары жақсы білімге, жоғары білімге, жақсы университеттерге қолжетімді болған шығар, бірақ бәрібір басқа да қарапайым отбасыларынан шыққан балалар өздерінің талантына, талабына сай көздеген мақсаттарына жетіп жатыр, жетіп жатыр, Мына Америкаға келгендегі таң қалғаным мен, бірақ біз екі түрлі мәдениетпіз ғой, екі түрлі қоғамбыз. Мен түсінбедім, неліктен бұлар соншама қатты привилегия туралы айтады. Америкада ақ нәсілді болсаң, ер адам болсаң, сен привилегияң жоғары деп есептеледі, өйткені сен барлық жағдай саған жасалған деген сияқты. Бізде енді мүмкін ер адамдарға деген привилегия мүмкін сәл жоғарырақ шығар, білмеймін, ол басқа подкасттың тақырыбы. Бірақ жалпы негізі арман қуам деген жас болса, жете алатын сияқты, Жете алады деген сенімдемін, Әке шешең бизнесмен ба, ауылда малшы ма, бәрібір. Бәрібір. Себебі қазіргі заманда интернет болған кезде ақпарат қолжетімді. Шынымен оқимын деп жеткен жанға, адамға мүмкіндік бәрі ашық табылады. Өте жақсы. Сонымен тағы бір Google-ды жауап тастайық. Просто жай ғана қызық. Енді естуімше Google-да Dream Job деп айтады ғой, барлығы жұмысшылар үшін жағдай жасалған. Не ішем, не жейм демейсің, дұрыс па? Спортпен айналысқың келсе айналысасың, массаж алғың келсе массаж аласың деген сөз естідім. Рас па? Қаншалықты сол жағын айтып кетші? Оның бәрі рас. Жұмыскерлерге барлық жағдай жасалған. Енді бұның да өзінің бір таймлайны бар. Жаңағы уақыттары созылған, не себепті осылай шешім қабылдады Google компаниясы. Себебі кезінде Стэнфордта, Берклида отырған ғалымдар өздерінің зерттеулерін жасайды, бір шешімге келеді, сол зерттеуге шешім табады, ол дегеніміз бір продуктқа айналады. Бұны көрген кәсіпкерлер осыны бизнес қылып ашайық дейді, олар компания ашады, бұл жерде программистер керек, неше түрлі басқа да адамдар керек жұмыс істейтін, бәрін жинайды. Біраздан кейін программистер, бұл жерде отырған программистер бітіп қалады. Одан кейін бүкіл әлемге жинайды. Себебі зерттеу өте көп, кәсіпкерлер өте көп, бәрі жиналғаннан кейін программистер жоқ. Енді басқа елдерден шақырады, программистер келіп жатыр. Конкуренция деген өте жоғары. Енді бір зарплатаны өсіріп жатыр, жарысып компаниялар зарплаталарын өсіріп келе жатыр. Біраздан кейін тек қана бір ақшаның санмен ғана бір-біріне күресіп жүргеннен кейін біраздан кейін айтады, одан да біз жұмыста кішкене жағдай жақсы болса, жұмыс істеген кезде комфортно, өздерінің жақсы креслосында отырса, мүмкін иығы ауыратын шығар, массаж жасап көрейік, бізге келетін шығар жұмысқа дейді. Мүмкін тамағын ойлайық, мүмкін тағы бір нәрсе деген сияқты бәрін қосып, бұл дегеніміз өте жақсы фишкалар ғой компанияда. Сол жағымен тартуға тырысады. Себебі адам не тамақ жеймін, машинамен келген кезде қай жерге зарядка қоямын, қай жерге бензин қоямын, баламды қайда апарамын деген сияқты көптеген сұрақтармен келеді. Ал Google компаниясы айтады, біз одан да сол барлық проблеманы шешіп қояды. Тек қана жұмыс істе бізге. Ешқандай миыңның басқа бір бөлігін ештеңеге арнамай, біздің жұмыстағы тапсырмаларға істесең, өте күшті дейді. Жақсы, ал Қазақстанда сәл де болса жұмыс істеп үлгердің деп естідім. Білмеймін қаншалықты ұзақ екенін. Салыстыра аласың ба Қазақстандағы корпоративтік мәдениет пен ақш-тағы корпоративтік мәдениет? Яғни жұмыс істеу стилінде қандай, менеджмент стилінде қандай да бір айырмашылықтар бар ма, ұқсастықтар бар ма? Бізде технология бойынша байқалғаным ешқандай қалып жатқан жоқ. Соңғы технологиялар, соңғы сервистар, соңғы тілдер мен қолдануда
сондықтан бұл жағынан ешқандай бір қалып жатқан жоқпыз. Жұмыс процесінде бәрі дұрыс. Негізі бағдарламашылар, программисттер сол күйінде жұмыс істейді. Себебі ол ақпарат та бір ортада интернетте жатыр ғой, сондықтан Америкада не жазып жатыр, оны біз де көре аламыз. Әріптестермен қарым-қатынас үшін мысалға, білмеймін, корпоративтік культура дейді ғой, мысалға, сол жағынан айырмашылық бар ма? Енді құрылып келе жатқан сияқты. Қазір білмеймін қалай болатынын. Себебі мен жұмыс істеген кезде ол 2018 жылдың басы болды. Сол кезде кішкене қандай компания ол? Choco Life-та істедім. Қатты айырмашылық жоқ Google-мен? Олар да өте қатты тырысты, ыңғайлы болсын, офистер әдемі болсын, жаңа корпоративтік жиналыстар күшті болсын деген сияқты, сондай бір өте жасөспірімге ұнайтын вайб дейді ғой, соны жасауға тырысты. Сондықтан кішкентай болсын, бөлігі әрине өте қатты ұқсайды. Және Google туралы соңғы сұрағым, мен кеше жаңа біздің әңгімеміздің басында мақтап кеттім ғой, Нәрік Билаевтың сенмен болған сұхбатын. Сонда сендер байыз туралы көп айтырсыңдар, байызды қазақшаға аудару қалай деп жаңағы. Бір нәрсе туралы қате түсінік деп аударыпты бір комментатор, маған ол да ұнады. Сонда Google-ға мен байыз деген сөзді мен осы Америкаға оқуға келгенде бір білдім. Мен де. Беркли университетінің журналистика факультетінде оқыдым, магистрлік программада. Сонда бізде мынадай мысалмен түсіндірді байызды. Егер Google-ға сен beauty деген сөзді, яғни сұлулық деген сөзді енгізіп, суреттерді іздеуді басып қалсаң, қандай суреттер шығады деді. Сосын біз бәріміз басып көрдік, beauty дедік те, Google-да image дегенді басып қалдық, Google-дың суреттері шықты. Кілең, ақ нәсілді, European стильді, әдемі қыздардың суреттері шықты. Сонда бізге мұғалім айтты, байыз дегеніміз осы Google-дың осы алгоритмін жасаған инженердің сұлулық туралы ойы осы. Ол сіздің сұлулық туралы ойыңызбен келіспеуі мүмкін. Оған осындай қыздар сұлу. Ал егер сіз Вьетнамнан болсаңыз, сізге басқа адамдар сұлу болып көрінуі мүмкін, немесе Қазақстаннан болсаңыз. Сол кезде маған өте бір қызықты сондай бір жарқын образ келді де, шын мәнінде біз қандай өмірде өмір сүріп жатырмыз. Кімнің қолында күш бар, солардың байызы бізге келеді екен деген сияқты. Яғни Google-дың іздеу платформасы қаншалықты саған ұнайды, өзің жалпы тұтынушы ретінде? 100% объективті жақсы деп айтуға бола ма? Объективті деп айтуға келмейтін секілді, себебі бұл шешімдер қабылдаған кезде көп инженерлер, менеджерлар, жаңағы сол бір құралдың бастығы осы жерде отырып ойлайды, менің жаңағы beauty деген не, маған әдемілік деген не деп өзіне бар жиналған өмірінде ақпаратты бәрін өзінің миында ашады. Бұл дегеніміз тек қана ақ нәсілді, шаштары өте сұлу, әдемі қыздар деген сияқты көрініс болғаннан кейін ол ойлайды, әлемде басқа одан артық сұлулық жоқ шығар. Сол байыз дегеніміз біздің жаңағы кішкене жаңағы лимитті жинаған ақпаратымыз миымыздағы. Сол ақпаратқа ғана байланысты кішкене анализ жасауымыз. Егер одан кішкене кеңейтсек, әлем кең, әлем үлкен, біздің білмейтін нәрселеріміз өте көп, қай жерде не болып жатқанын, біздің бар білетініміз қазір ақпарат алып жатқанымыз, ол біздің Қазақстан туралы, осы жердегі Америка, Калифорния штаты, біз басқа штаттарды көп білмейміз мысалы. Сол біздің қазір біліп тұрған нәрсеміз ғана ғой. Сол себепті сол ақпаратқа байланысты бір шешім қабылдау керек болса, әрқашанда ол байыз болуы мүмкін. 90% кезде. Байыз болмау үшін ол деген бүкіл әлемді көріп үлгеру керек сияқты. Мүлдем объективті адамның ойы болуы, ол кішкене фантастика болуы мүмкін, бірақ оған тырмысуға болады. Оқып біліп, әлемде не болып жатқанын түсінуге. Жақсы. Сонымен Google-дың тақырыбын жаптым. Уф деп терімізді бір сыпырып алайық. Тоқаевпен кездескеннен кейін ол сені бір ресми түрде жұмысқа шақырды деп естідім, бір Қазақстандағы лауазымды жұмысқа. Жай ғана жұмысқа келдіңіз деп емес, прямо осындай орын бар, арай кел деп. Сол рас па? Жоқ, ондай болған жоқ. Өсек болған болды. Себебі сол кездесуде, мысалға ДНК қауымнан бізде қанша адам болды, 20-30 адамдай бардық. 4 спикеріміз болды, Әсет ағамыз қасымызда отырды. Сол кезде айттық бәріміз өзіміздің ойымызды. Менің айтқаным сол жаңа сыртқы бүкіл әлемде топ технологиялық компанияларда жұмыс істеп жатқан қазақстандықтардың саны
және қазақ әйелдерінің технология әлеміндегі рөлі деген сияқты сондай бір тақырыптарды қозғадым. Енді өзімен өзі шу болып бәрі соны айта бастады. Қызық. Тоқаевтың кеңесшісі болып кеткен жоқ па екен деп. Жақсы. Мен оны неге сұрап отырмын? Қазақстанда Димаштың синдромы деген бар, оны мен өзім қойдым, Димаштың синдромы деген трендті. Егер адам шетелге барып өзін танытпаса, Қазақстанда тану оған қиын. Оны жаңағы, қалай айтамыз, оны мойындату қиын да, оны мойындау қиын. Неліктен бізде ондай синдром бар, қалай ойлайсыз? Бізде қоғамдағы мәселе шығар, себебі мысалы сыртқа барған кезде адамның шын қаншалықты маман екенін түсіндіруге жұмыс арқылы көрсетуге болады да. Мысалға біз осындай жұмысқа келгеннен кейін біз жұмысымызды істейміз, біздің жұмысымыздың нәтижесі бар, сол арқылы ғана жай ғана сен жақсы жұмыс істеп жатсың, сені артық мақтамайды, сені басып тастамайды, тек қана сол бір дәрежедесің. Енді жаңа Қазақстанда отырып мысалға менің туыстарым, ата-аналарым қандай күшті деп оларға, себебі бір алыс жерде үлкен авторитеттік бір компания сені осындай жұмысыңды бағалап жатса қандай керемет деп өздерінің мәртебелері толып сондай бір әдемі болып қалады да, содан қандай күшті деп өздері жақсы көңіл күймен мақтанып отырады. Қоғамда мүмкін бір-бірімізге көңіл бөлуге әлі уақыт жоқ шығар деп ойлаймын. Мүмкінге әлі сен қандай жұмыс істейсің, маған көрсетші деген сияқты әлі жағдай жоқ секілді. Әркім өзінің тірлігімен әлі күнге дейін бір жағдайын жасап алуға тырысып жатқан бір кезең сияқты. Бұл жерде адамдардың фокустары өздерінде, тек қана өздерінде, кейде тіпті эгоистік түрде болып кетуі мүмкін, бірақ өздеріне фокус жасағаннан кейін өздерінің жетістіктеріне ғана мән беріп сондай. Сол Тоқаевпен кездесуден кейін мен сенің МУИТ деген университетті бітіргеніңді естідім. Международный университет IT, информационных технологий. Өте мықты университет сияқты, өйткені жақсы университет. Қазақстандағы жоғары оқу орындарының деңгейіне көңілің тола ма, жалпы сол туралы айтып кетесің бе? Қазақстан, мысалға, кез келген адамның қолында мүмкіншілік жоқ қой, Америкаға барып Стэнфордта оқу деген сияқты мысалға. Қазақстанда да жақсы университеттер бар ма? Кеңес берер ме едің, мысалға, жас адамдар бізді қарап отырса, Қазақстанда қандай университеттер ұнайды? Негізі толыққанды баға бере алмаймын, себебі басқа университеттерде оқымадым, салыстыра алмаймын, және IT технологиясында жұмыс істейтін болса, ол деген әрқашанда дамуда өзгерістер өте көп, сондықтан кеше оқыған нәрсе бүгін актуалды болмауы мүмкін. Сол да университеттегі оқуға байланысты, университетте бір керекті базалар бар, оны өту керек, міндетті түрде, ұнаса да ұнамаса да, ол базаны алдық, одан ары жұмыс істей алуымыз, ол біздің қолымызда. Жақсы. Мен өзім ойымды айтатын болсам, мен соңғы 2 жылда Сүлеймен Демирел университетінде сабақ бердім, журналистикадан. Міне, тағы да рекомендую, екінші рекомендация кетті. Қатты ұнады маған Сүлеймен Демирел университеті. Мен өзім оқымасам да, өзім сабақ берсем де, өйткені университеттің студенттерге деген, мүмкін біздің факультеттің ғана студенттерге деген қарым-қатынасы, оқытушылардың деңгейі, студенттердің деңгейі өте жақсы. Сондықтан мен өзім осыдан 20 жыл бұрын Евразия ұлттық университетін бітіргем, тарих факультетін. Ол кезде енді керемет жақсы білім. Мен ешкімді кінәлап отқан жоқпын, өзімді айтайын. Өзім жалқау студент болған шығармын. Ондай мүмкіншіліктер болған жоқ, бірақ қазір 20 жылдан кейін Қазақстанда СДУ сияқты университеттердің бар екені маған қуантады, және МУИТті де соның қасына қосылатын шығармыз онда да. Жақсы университет. Жақсы университет. Жақсы. Жақсы. Ең алғашқы сұхбаттарынан бастап жаңағы осы TikTokқа шығып жаттың, тағы бір жерде, жаңа біреулер сенің интервьюің үзінділерін қойып жатыр екен. Сол кезде менің сенің айтқан сөздерінен барлығынан байқайтыным, сен біреуге бір көмек бергің келіп тұрады, бір үлес қосқың келіп тұратын адам сияқтысың да. Бір жерде айтыпсың, мен мотивациялық сабақтар бергім келеді деп, тіпті бір қасындағы басқа өзің сияқты бір жолдастармен қосылып, Қазақстан мектептерінде лекция беріп жатсыңдар ма, бердіңдер ме? Guest lectures деп аталады, оны істедік. Әлі істеп жатқан жоқсыңдар, иә? Ол қыз істеп жатыр. Сол мен Гуглдан кеткен кезде бәрінен пауза алуға шешім қабылдадым. Кішкене тыныштық керек. Өзім отырған кезде артық заттардың бәріне шашылмай, бәрін тоқтатып. Бәрін тоқтаттың, яғни осы қоғамдық жұмысыңды да тоқтатып тастадың. Мен өзім тоқтаттым, бірақ ол қыз Аяна Алмағанбет қазір Booking'да жұмыс істейді, дата сайенс ретінде. Ол әлі жалғастыруда. Оған тек қана much respect, оған жазуым керек, жақында қалайсың деп.
болашақта ондай үлес қосуға, көмекке, жаңа қоғамдық жұмысқа оралғың келмей ме? Жоқ, бұл деген бірінші құндылық сияқты маған. Ең көп істегім келетін, ол қоғамға бір пайдасы тиетін жұмыстар жасау. Бірақ өзіңде энергия жетпей жатқан кезде ол біреуге көмектесе алмайсың. Сондықтан бірінші өзің мақтануың керек, өзің тәжірибе жинауың керек, өзің белгілі бір саланы өзің соншалықты жоғары дәрежеге жеткенше, үйренбейінше басқа адамға оны түсіндіріп, көрсете алмайсың. Сондықтан өзің білесің, мысалы СДУ-да сабақ бересің, өзің бірінші түсінуің керек қой. Сол себепті ары қарай өзің түсінбесең, бір нәрсені түсіндіру мүмкін емес. Өзің өткізбесең өзің. Ал қоғамдық жұмыстар жасау, ол деген менің бірінші арманым, бірінші құндылығым болып есептеледі. Жақсы. Барлығын паузаға қойдың, ештеңемен айналыспайсың. Энергияны қайдан алып жатсың онда қазір? Энергияны қазір ештеңе істеп жатқан жоқ. Содан алып жатсың. Маған ең қиыны ол ішкі дауысымды есту екен. Мен өзім егер бір мақсат қойсам, маған нәтижеге жету деген ол бірінші орында тұрады. Сол себепті өзім қинасам да, қинамасам да жетуім керек. Ол жерде энергиям бар ма, жоқ па, бәрін сыпырып қоямын да, сонымен сол жетіп болғанша сонымен бір нәрсеге жетем. Бірақ ол деген дұрыс емес. Ол адам өзіне дұрыс дистрибьюшн жасау керек энергиясын. Дұрыс бәрін орын-орнына қойып, өзін дұрыс күте білу керек. Содан кейін бастап қолынан келетін жұмысты істей алу керек. Сол себепті қазіргі күнде жай ғана тыныштықпен кейде медитация жасаймын, өте жақсы көмектеседі. Ол кезде жай ғана бір сұрақ қоясың, ішкі бір жан дүниеңе ары қарай қалай не істегің келеді деген сияқты. Себебі мен қазір ішімде менде жатқан бір жауап жоқ та, сен деген мынандай адам болуың керек, мынандай ғана саған бір сала ұнайды, соны ғана істе деген сияқты бір жол жоқ. Сондықтан бәрін істеп көру керек, сезу керек. Сол себепті бұл деген уақыт алатын нәрсе секілді. Сондықтан сондай бір кезең. Өте жақсы. Мен сені қатты түсінем. Жаңа әңгіменің басында Килиманджароға таудың басына шыққаның туралы айтып кеттің. Сол сияқты мысалға инстаграмыңды қарап көрдім, хайкинг жасайды екенсіңдер, олжас екеуіңді, табиғатта көп жүретін сияқтысыңдар. Сол сияқты заттар энергия беретін шығар. Бұл дегеніміз 30 жастағы кризис деп аталады. Қалайша? 30 жастағы кризис дегеніміз адам велосипед айдай бастайды, тауға шығады, тасқа шығады. Неліктен 30 жаста? Себебі 25 жасқа дейін адам физикалық тұрғыдан дамиды. Тек қана өсе бастайды. Сондықтан 25 жасқа дейін түнгі 4-ке дейін отыра аласыз, ешқандай ұйқы жоқ, денсаулық деген ұрып тұр. Одан кейін бастап ақырындап тізе ауырама, біреудің белі шойырылып, жатарда бір тамақ ішіп қойсаң ұйқың қанбай, ұйықтай алмай қаласың. Ағзада көптеген өзгерістер болып жатады. 25 дегеніміз ол ең жоғарғы, ең күшті атлетичный форма дейді ғой. Одан бастап ақырындап түсе бастайды. Ол түскенде қалай түсіру ол сенің қолыңда. Спортпен айналысқысы келеді, себебі сол адреналин әлі де керек. Сол жақсы не дейміз, қазақша орысша білмейді екен бір. Айта бер ағылшынша. Ұмытып қалып жақсы керемет вайб береді. Жақсы сезім береді. Спортпен айналысқан кезде денеңді өзің қинайсың, ол қинап біткеннен кейінгі сезім өте керемет. Эндорфин бөлінеді дейді ғой. Эндорфин бөлініп, жақсы әсерде боласың. Сонымен Килиманджароны бағындырған адамсың, мойныңа бір медаль қоюға болады. Биіктігі қандай? 6000-ға жоқ метр биіктігі, 5800-5900 сондай. Жақсы. Негізі адам осындай биік тауға шыққанда, бір нәрсені шыңдарды бағындырғанда ерекше сезімде болады дейді. Өзім ешқашан болып көрген жоқпын. Қандай сезімде болдың? Саған осы Килиманджароны бағындыру не берді? Бірінші бағындыру деп айтпайды, себебі ол тұрған тау ғой, оның шыңына шығу деп айтылады. Бағындыру ол дұрыс емес болып есептеледі. Шыңына шықтық. Кешірім өтінемін Килиманджаро тауынан. Тауға шығып жүрген адамдар сөйтіп айтады. Бұл дегеніміз бағындыру деген адамды өзі таудан жоғары есептеуі. Мен деген таудан мықтымын деген сияқты. Егер солай ойласаңыз, тауды ешкім бағындыра алмайды. Егер сондай оймен барса, шыңына шығу кейде мүмкін емес болуы мүмкін. Себебі тауды құрметтеу керек. Себебі ол табиғаттың ең керемет, ең үлкен бір заты ғой, бөлігі. Оған барып мен сені бағындырам деген сияқты кішкентай ғана адам. Ол дегеніміз адам өзін жаңағы осы әлемнің ортасы, бәрі менің айналамда айналып
жатыр деген сияқты бір ой ғой. И сол ойдан өзіңізді сыпырып қойсаңыз, кішкене сыртына, шетіне қойып, мен бар, бұл табиғатта тау бар, бәрі бар, өсімдік, жануар, бәріміз бір-бірімізді құрметтейміз. Сондықтан тауға шыққанның өзінде де жай ғана өзіңе сол дәлел табиғаттың сондай парасан үлкен екендігін қайтадан өзіңе жеткізу миыңа. Мен деген бұл үлкен әлемде кішкентай ғана бір бөлігімін. Менің мысалы менде болып жатқан әсерлер, менде болып жатқан мәселелер соншалықты қорқынышты емес. Өмір сүру керек, жай ғана табиғатпен бәрінде бір баланс болу керек деген сияқты бір ой әсер. Ұнады ма? Әрине ұнады, барлық қыздардың қолынан келеді деген ойдамын. Земля поклонись человеку деп Олжас Сүлейменов кезінде сондай өлең жазған еді ғой. Расында да ол қазақша білмеймін, орысша богохульство айтуға болатын сияқты. Иә. Өзіңді мен құдайдаймын деп жоғары қою, ол деген өте дұрыс. Және өзімізді сол жоғары қоюымыздың себебінен қазір қаншама экологиялық проблемалар болып жатыр. Климат, Арктикадағы мұздардың еруі және тағы басқа, мұхиттағы пластикті. Бұл дегеніміз бір жағынан жаңа әйелдің еркектің энергиялар деп тоже айта аламын. Себебі әйел деген ол өзінің табиғаты бойынша бәріне жаңа бір жылулық бергісі келеді. Бәрі жұмсақ болса, бәрі дұрыс болса, түзу болса, бәрінің көңіл күйлері жақсы болып, бір-бірімен дос болса деген сияқты бір нәзіктік бар да. Ал еркектік әлемде біз жаңа Наркиде сол туралы сөйлестік. Еркектік әлемде қазір тек қана бір жетістік бар. Жетістік деген бар. Құр жетістік. Бұл жерде пайда, бұл деген күш қой. Күш және жетістіктің не екені ол толыққанды сізге түсінікті да. Жетістік болу үшін, жетістікке жету үшін жақсы ақша табу керек, жақсы позицияда жұмыс істеу керек, мысалы компания ашу керек, бәрі сәтті болу керек. Ақша бойынша жаңа белгілі бір өлшем болу керек. Өлшемдері бәрі бар, өлшемдері бәрі түп-түзу. Соның бәрін істей бергеннен неге ешкім қазір табиғатпен айналыспайды, себебі бұл жерде пайда жоқ. Қазір тек қана пайданы ойлаған, жетістікті ойлаған адамдар қазір жоғарғы позицияларда отыр. Сол заттың әсерінен қазір экологияда өте үлкен проблемалар болып жатыр. Консюмеризм дейді, Америкада өте қатты сеземіз. Бұл деген тек қана сатып алу, тек қана қолдану, тек қана лақтырып тастау, ешкім ештеңесін ойламайды, ол пакет кейін не болады деген сияқты. Басқа елдерде бұл жағынан жағдай басқалау, жаңа Япония, және Европада біраз елдер өте жақсы оны қарастырады, жақсы ойлайды, жақсылап тұрып бәрін бөлек-бөлек мусор болса оны дұрыстап тастайды, қағазды бөлек, пакетті бөлек деген сияқты. Бұл дегеніміз кішкене забота дегеніміз қамқорлық көрсету, табиғатқа қамқорлық көрсету, жер анаға қамқорлық көрсету. Бұл деген өте керек бір қасиет. Қазіргі күнде жай ғана бір жетістікке ғана фокус беріп отырған секілдіміз. Кремний алқабындағы ең сүйікті жерің қандай? Кремний алқабында негізі таулар ғой бұл жерде ұнайтыны маған. Калифорнияның табиғатын білсек, онда Йосемити, Тахо деген бар. Йосемити таулары бар. Және ормандары бар ғой да? Ормандары бар. Біз болдық, есіме түсті. Үлкен жартастар. Өте әсерлі жерлер. Американың барлық парктерінен жүріп қайтқан адамдар бәрі айтады, Йосемити ең әдемі жер Америкада деп. Өте қатты ұнайды. Барған сайын әсер алып, себебі тек қана жалпақ емес, бәрі 3D күйде, бәрі биік. Сен Алматының қызысың ғой, Жетісудың қызысың. Саған тау. Тау жақын, әрине. Тауға шыққан өте күшті. Cat person, dog person деп айтады екен, мұнда мысық тұлғасын ба, мысықты жақсы көресің бе, итті жақсы көресің бе, кофені жақсы көресің бе, шайды жақсы көресің бе, Қазақстанда тауды жақсы көресің бе, даланы жақсы көресің бе. Сен таудың адамысың, мен даланың адамын. Шөлейт, жаңағы ештеңе өспейтін сондай жерден керемет аспан тап-таза. Мен Қазақстанның аспандарын жақсы көремін, аспанын жақсы көремін. Аспан маған да ұнайды. Кішкентай күн, аспан, жұлдызды аспандар есіме түскенде қандай керемет. Және соңғы сұрағым, 28-демін дедік, 29-дамын. Осы уақытқа дейінгі өміріңді бір сөйлеммен немесе бір сөз тіркесімен суреттеп бере алсаң, қандай ол сөйлем болар еді? Және келесі алдағы өміріңді қандай сөйлеммен суреттегің келер еді? Ізденіс деген сөзді мүмкін қазіргі күнге дейінгі сәтті айтар ма едім. Ізденіс. Ал болашақта қызығушылық шығар. Өте қызық. Маған не болатыны, не болса да бәрі әдем көрінеді. Жақсы.
Бүгінгі біздің танысу подкастымызда біз Арай туралы сәл-пәл кішкене біліп қалған сияқтымыз. Мен өзім көбірек білдім. Енді кезек сенде, сен менен сұрайсың. Ал енді Ақсәуле Әлжан, сен туралы сөйлесетін болсақ, бұл подкасттың ойының иесі. Бүгінгі кездесудің сен туралы сөйлесетін болсақ, сен менің түсінуім бойынша толыққанды тырысуға көріп көп ізденіс жасауға тырыстым. Мультимедиалық журналист, зерттеуші, репортер. Мамандық бойынша шамамен 13 жыл бойы республикалық қазақстандық телеарналарында жұмыс істедің. Оның арасында Хабар, 7-ші арна бар. Қазір СДУ-да сабақ бересің. Жұмыстан кеттім тамыз айында. Жұмыстан кеттім. Ол туралы айтамыз. Соңғы оқу орны ол UC Беркли. Ол жерде цифрлық журналистика мамандығы бойынша магистратура дәрежесін алдың. Және тағы бір тапқаным өте күшті. 2020 жылы сенің репортажың Нью-Йорк Таймстың бірінші бетіне шықты. Мен емес, менің қасында тағы әріптестерім болды. Екі тағы автор, Гаррет Ферролф және Даниэл Лэмперс деген. Бұл ковид кезіндегі child abuse тақырыбы бойынша шыққан бір жақсы репортаж екен. Өте күшті, қуаныштымын. Менің ойымша бұл деген өте жақсы бір жетістік деп ойлаймын. Жақсы үлкен дәреже. Оған жұмыс істеу ғой, короче, қысқаша айтқанда. Мен жұмыс істеген жоқпын. Жалпы түсінген бойынша қоғамдық әлеуметтік мәселелердің жанашыры, қазақ тілінің қолдаушысы, журналистик этиканың болуын, олардың еркін жұмыс жасауын, дамуын армандайтын жан деп білем. Жақсы суреттеп бердің, рахмет. Өзім сондай жақсы адам екенмін ғой деп тебіреніп отырмын. Енді осы интроға алып қосарың болса. Жақсы, мен журналистпін деп айта аламын. Негізі бұрында Қазақстанда телеарналарда жұмыс істеген кезде мен негізінен жүргізуші болдым. Және қазақстандық редакцияларда жүргізушілер мен журналистердің арасында бір айырмашылық бар. Журналистер көп жүргізушілерді ұната бермейтін кезінде говорящая голова деп, яғни тек қана алдына берген сөзді оқып береді, болды деп. Ал журналисттің ар жағында еңбек көп қой, өзің барып зерттенуің керексің, ізденуің керексің, адамдармен сөйлесіп, қарым-қатынас құрып, тексті жазып деген сияқты. Сол кезде мен жүргізуші болып жүрген кезде өзімді журналистпін деп айтуға ұялатынмын. Мен өйткені негізінен жүргізуші болғандықтан. Бірақ қазір өзімді журналистпін деп айта аламын, оған ұялмаймын. Ұят кетті. Өйткені маған журналистік жұмыс өте қызық екен. Соңғы 2-3 жылда Сүлеймен Демирел университетінде оқытушы болып жұмыс істедім. Сол кезде тамыз айында жұмыстан шықтым. Қазір менің түсінгенім, мен журналистік жұмысты қатты сағыныппын. Мен қазір қолыма камера алып, барып, біреулер туралы жаңағы сюжет түсіргім келді ғой, кәдімгідей. Не істеймін деген кезде. Сосын ойладым, мен қазір енді ешқандай телеарнада жұмыс істемеймін, бірақ YouTube деген қазір үлкен телеарна бар, жұрттың бәрі YouTube қарайды, неліктен YouTube-тан бастамасқа деп, сосын енді подкаст ол ең жеңілі деп естідім, өйткені отырып 2 адам 3 адамнан сөйлесуі. Бірақ болашақта мүмкіндік болса, қолыма камераны алып репортаждар түсірсем мен бақытты болармын. Өйткені ұнайды, өйткені мысалға америкалық журналистиканың түрлі өнімдерін көріп жүргеннен кейін соларды қазақ тілінде жасап көргім келеді, қызық болатын сияқты. Сондай бір енді ар жағында жатқан ойым бар. Бірақ дәл қазір жай ғана ой ғана. Бірақ журналист деп айтуға болады мені, журналистпін. Енді бұған қоса журналистика мамандығын таңдау себебі айтып өтсең, қашан болды? Мен журналистика мамандығын таңдаған жоқпын. Өйткені Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе деген ауданынан 5 баламыз үйде, мен 3-ші баламын, 3-ші қызбын. Папам өмірден өтіп кеткен. Осыдан 12 жыл бұрын, 13 жыл бұрын. Мамам Астанада, қазір ағайындардың бәрі жақсы, аман сау. Сол Қаратөбе мектеп гимназиясында оқыған кезде мен жаңағы бітіргеннен кейін тарихшы боламын деп Евразия ұлттық университетінің тарих факультетіне оқуға түстім. Археология және этнология деген мамандыққа. 2-ші курста оқып жүрген кезде хабарландыру көріп қалдым. Бізде жаңа телеарна ашылып жатыр деп. Университетке мынандай қабырғаға қағаз іліп кеткен. Жаңа телеарна ашып жатырмыз, Эра ТВ деген, соған жүргізушілер керек деп. Ал мен мектепте және университетте концерт жүргізетінмін. Жақсы жүргізуші деген концерт жүргіземін ғой, несі бар, барайын деп бардым да, сол кастингтан өтіп, олар мені таңғы бағдарламаға жұмысқа алды. Сол жерде қалып қойдым, содан жұмыс істеп. Мен солай келдім журналистикаға. Кездейсоқ, ешқашан қалаған емеспін, болам деп армандаған емеспін.
бірақ маған ұнады және сол жақта қалып қойдым. Екінші курстан бастап журналист болып, жаңағы таңғы бағдарламаның журналисті жүргізушісі болып жұмыс істедім. Ал менің жаңағы жұмыс іздеуімнің басты себебі жұмыс іздегім келді. Студент болып жүргенде жаңағы сайт хасыл дейді ғой, керек, ақша керек, әке-шешеңнен барып ақша сұрағың келмейді, сондықтан маған бір ақша керек болды да, жұмыс керек болды, сол жұмыс үшін. Сол себеппен бардым. Жұмысқа барып, қандай күшті. Журналистиканы сен емес, журналистика сен таңдаған секілді. Білмеймін. Керемет қатты журналистпін деп айта алмаймын. Менен мықты әлдеқайда журналистер бар, бірақ маған ұнайды ол жұмыс. Енді осы журналистика жұмысы туралы әлі де сөйлесе кетсек, осы мансапта ең қиын оқиғалардың бірі болды ма? Ең бір есте қаларлық? Ең қиыны әсер еткен. Сонымен 2003 жылы Эра ТВ-ға жұмысқа тұрғаннан кейін мен телеарнадан 2016 жылы кеттім, Сол кездегі менің кетуімнің үлкен бірнеше себебі болды, жалпы журналистік жұмыстан кетуімнің. Соның бірі жаңалықтарда жұмыс істеп, күнделікті негативті жаңалықтардың көміліп қалғаны. Ана жерде жарылыс, мына жерде адам өлтіріс, мына жерде балаларға қиын болып жатыр, мына жерде соғыс болып жатыр. Бізде бір ең жаманы журналистикада аудитория негативті жаңалықты тыңдайды деп, в основном негативті жаңалық береміз. Себебі көңіл психология бөлінеді. Көңіл бөлінеді. Олар айтады, егер адам таңертең жұмысынан асықпай шығып жұмысына баратын болса, жолда ештеңе болмаса, ол туралы жаңалық жазбайсың. Жай ғана жұмысына барады. Ал егер жолда оны ит қауып алса, ол уже жаңалық. Ал ит қауып алған ол негатив. Сондықтан жаңағы жаңалықтардың барлығы негатив болғандықтан менде жаңағы burnout дейді ғой, өзің айтпақшы. Шаршау болды, оқығың келмей, соны ішінде болғың келмей, тіпті жаңалықтарды қарағың келмей кетті. Тағы да басқа себептер болды. Соның бірі жаңағы ауыр, қиын жаңалықтарды өзіңнен өткізу. Екінші мәселе, жаңа сен айтып кеттің ғой, Нью-Йорк Таймсқа шыққан мақала деп. Сол мақаланы дайындау кезінде біз 4 па 5 айма жұмыс істедік сол мақала үшін. Сол кезде көптеген Америкадағы әлімжеттік көріп жатқан, қорлауға тап болған балалардың, полициялардың репорты, патологоанатом репорттарын оқыдым, қайтыс болған балалардың, олардың Америкада үлкен жүйе бар, мысалға балалар үйінде әлімжеттік көрсе, оларды бақылап тұратын органдар бар. Әке-шешесі дұрыс қамқорлап жатыр ма, тамақтарын беріп жатыр ма, дәрігерге апарып көрсете ма деген сияқты. Сондай neglect дейді, яғни ата-анасы мүлдем назар аудармайтын балалар бар, және abuse деген бар, ата-анасынан таяқ жейтін балалар бар. Сол балалар кейбірде көз жұмып кетіп жатады, суға батып кетіп жатады, кейбірде басынан ұрып, миына зақым келіп қайтыс болып жатады. Соның барлығын менің алдымнан өтті де, оқисың. Сол қатты ауыр болды, өйткені ол кезде мен 2-ші ұлымды дүниеге келдім, жас анамын. Балалардың қандай зардап шеккенін оқу, патологоанатомдардың бүкіл есептерін оқу маған қатты қиын болды. Сол есімде қалды. Соны бір негізі журналистерге де психологиялық көмек керек кейбірде. Бұл деген өте көп ақпарат, оның бәрін миыңа жинаған кезде біраздан кейін ол. Сондықтан или дәрігерлер сияқты кішкене циник болып кету керек па адам. Өйткені мысалға дәрігерлер постоянно қатты ауыратын адамдарға көңіл бөле берсе, өздерінен түк қалмайды ғой. Олар бір адамды ойлап, ойбай, енді не болды деп отыратын болса, келесі пациентке күш қайда? Сондықтан олар кішкене циник болады, олар жақсы мынадай ауру, мынадай перспектива, мынадай диагноз дейді де, өздерін салқын ұстап, келесі пациентке көңіл бөле береді. Журналистерде сондықтан циник болатыны да мүмкін. Өйткені әрқашан өзіңді негативті ағымда ұстап отыру қиын. Бұл жерде цифрлық медианың өркендеуі мен журналистік зерттеу қалай дамыды, оның болашағы қалай қалыптасады деген ойдасың? Цифрлық медиа дегенде қазір жалпы журналистердің жұмысы бір жағынан жеңілдеді, бір жағынан қиындады. Қазір кез келген адам журналист, өзінің инстаграмында, ютуб каналында, твиттерында өздері платформа бар. Яғни журналистер бұрын бір-бірімен бәсекелесе, қазір бүкіл адамзатпен бәсекелеседі. Сондықтан Қазақстанда қазір белгілі журналистер кім десең, ешкім айта алмайтын шығар, бірақ белгілі блогерлер кім десең айтып беретін жағдайға жеттік. Сондықтан қазір өте бір қызықты заманда өмір сүріп жатырмыз, замандар тоғысында. Журналистиканың қайда кететінін білмеймін, қайда баратынын білмеймін. Журналистикаға деген сенім де азайды, Қазақстанда да, ақш-та да қатты. Қазір мына жерде сайлау болайын деп жатыр, Камала Харрис пен Дональд Трамптың арасында. Соған қатысты бір-біріне айтылатын сынның көбі, журналистерге сенбейміз, олар дұрыс айтпайды, біздің шындығымызды жеткізбейді деп адамдар өздері сондай
блог платформаларында сондай сөздер айтып жатыр. Яғни ол проблема қазір үлкен, журналистиканың болашағы қандай болатынын білмеймін. Және AI бар, қазір жасанды интеллект, қазір түсірем дейтін түсіреді, монтаждайды, сөйлейтін тексттердің барлығын жазып береді. Яғни журналистика бір үлкен челлендж дейді ғой, енді вызовтың алдында тұр. Одан қалай өтетінін білмеймін. Бірақ журналист мамандығы әрине керек, әсіресе редакторлар, әсіресе зерттеуші журналистер міндетті түрде керек, бәрібір онсыз болмайды. Қазір өте бір тиктокта отырасың ба білмеймін, бірақ өте қызық бұл жерде жаңалықтар болып жатыр. Негізі бір жағынан көңілсіз жаңалықтар, бірақ сонда да 16 жастағы баланың көп сондай нәрселер болады. Бірақ бір жағынан сонда зерттеуші журналистер бір материалдар салатын болса, оны ары қарай тағы дамытып табар таппас басқа ақпараттарды алып келіп тағы шығарып жатқан бірнеше адам сол зерттеуші журналистке қосылып жаңа дамытып кетіп жатты. Ол дегеніміз бір адамның ғана жұмысы емес, бірнеше адамның жұмысы болып та дамиды. Ол да өте қызық. Жақсы жақтарын айтатын болсақ дегеніміз, бұл деген ақпараттың соншалықты жақсы жағы да бар. Сол өйткені AI-дың өзі де көмектеседі, жасанды интеллекттің өзі де қазір журналистерге қатты көмектесіп жатыр, жұмысын жылдамдатып жатыр. Және ақпаратты алу, ақпарат тарату тез, оның жақсы жақтары да бар. Екінші жағы қазір дейміз, олар қазір жаңа просто бір жалпы бір картинадан адамды отырғызып қойып болмаған нәрсені болды деп береді. Ол үлкен вызов. Өйткені қазір фейк ньюс деген бар. Қазір білмейсің. Шын рас екендігін. Есіңде болса, Папа Римскийдің үстіне бір ақ куртка киіп шыққан суретін көрдің, фотографиясын? Көрдім. Бір модный, бір показда келе жатқан сияқты. Жұрттың бәрі оны шын фото деп ойлапты. Ол жасанды интеллекттің фотосы болып шықты. Сол сияқты ертең Тоқаев айтпаған сөзді айтқызды деп мысалға біреу алып таратып жіберуі мүмкін, немесе Камала Харрис мысалға. Ол үлкен қауіп. Үлкен қауіп. Егер адамдар сенгіш болса, бұл жерде кішкене анализ жасап, сыни ойлауды үйрету керек мектептерде де. Енді халықаралық тәжірибе және білім туралы айтатын болсақ, Беркли университетте цифрлық журналистика магистрі дәрежесін алдың. Сенің журналистикаға деген көзқарасың өзгерді ме сол уақытта? Жоқ, қатты өзгерген жоқ. Жалпы айтқанда Қазақстанда да, ақш-та да журналистикалық құндылықтар біреу. Ол шындықты айту, зияныңды тигізбеу, объективті болу, барынша объективті болу, 100% объективті болу ешкімнің қолынан келмейді. Барлығымызда байыз бар, жаңағы. Бірақ менің бір түсінгенім, телеарна саласында, телевидение саласында жұмыс істедім ғой. Америкада Қазақстан қатты артта қалмаған. Бізде де дәл сол технология, бізде де жаңағы сол түсіру приемдары. В принципе, барлық жерде біз теңіміз бірдей. Бірақ біз жай ғана Америка алпауыт ел болғандықтан, экономикасы әлдеқайда жоғары болғандықтан, саяси аренада әлдеқайда жоғары тұрғандықтан Американың мысы басып тұрады да, бұлардың да журналистері мықты, керемет сияқты болып есептелінеді. Бірақ негізінде Қазақстанда да құндылықтар, мен мемлекеттік ақпарат құралдары туралы айтып отқан жоқпын, жалпы өздерін тәуелсіз журналистпін деп есептейтін медиа басылымдарды айтып отырмын, құндылықтар біреу. Жақсы. Қазіргі күнде СДУ-да сабақ бересің. Жас журналистердің қандай мансаптары бар сияқты? Енді жаңа айтып кеткендей, тамыз айында СДУ-да жұмыстың аяқталды, өкінішке орай. Жалпы негізі СДУ-да Қазақстандағы журналистика мектептеріндегі ең мықты мектептердің бірі. Ол туралы айта аламын. Қазіргі жас студенттер, олар өте жақсы, олар көздері ашық, ағылшын тілінде жақсы сөйлейді, шынайы. Жалпы адам неғұрлым жас болған сайын олар соғұрлым жақсы, адал болатын сияқты, рас, жанып тұрады, жандары таза болады, юношеский максимализм дейтін бет. Студенттердің барлығы демеймін, бірақ көпшілігі жақсы журналист болатынына сенімдімін. Көбі телевидениеде болсам, тележүргізуші болсам деп келеді, бірақ содан кейін өздерінің ойы өзгеріп жатады. Қазір тележүргізуші болып керегі жоқ, қазір сен өзің инстаграмыңда өзің тележүргізушісің. Және тележүргізуші болғанда да оның жаңағы, білмеймін, жұрттың бәрі неге ұмтылатынын, бұрында мысалға актриса болам, тележүргізуші болам деп, оған да барып эфирге шығып, содан кейін ол жерде де бақыттың жоқ екенін түсінетін адамдар бар, рас қой, жаңа Гуглдағы барған сияқты ғой. Яғни бір ойлайсың, ана жердегі бір төбенің басына шықсам, мені сол жерде бір қапшық алтын күтіп тұр деп. Барасында түсінесің, ол алтын қапшық менің ішімде екен, ол ана мен туғаннан бері жатыр екен, мен өзім ішімдегі алтынды өзім ашып алуым керек екен, ол үшін эфирге шығып керек жоқ, Гуглға барып керек жоқ деген ол түсінік кейінірек пайда болады.
Сондықтан сол. Иә, ондай кезеңдерден көп адамдар өтетін секілді, бірақ сонда да кейде ол жерде бақыттың сол жерде жатпағанына қарамастан, ары қарай егер сол іс, сол маман ұнап жатса, ары қарай жалғастыруға неге болмасқа, ары қарай жалғастырып, оны дамытып, одан кейін жаңағы сол саланың бір жақсы бір проблемасын шешіп, продукт ашып, компания ашып жатқандар өте көп. Сондықтан да бұл жерде тек қана бір ғана жол емес. Сонда да просто ішкі күрес, ішкі жұмыс деген ол кез келген адамның есею процесі болып тоқтамайды. Бұл жерде енді жеке өмір туралы ақырындап айтсақ, жаңағы ана ретінде және жұмыс істеп жүрген кездегі баланс қандай, үлгеру деген секілді. Себебі менің балам жоқ, мен білмеймін толыққанды қалай бәрін үлгеріп, бәрін істеуге болады, бірақ енді өзіңнің тәжірибеңмен бөліссең. Жалпы қазақ қыздарына, қазақ келіншектеріне деген талап өте үлкен, ауыр. Өте үлкен. Сен керемет ана болуың керексің, керемет келін болуың керексің, керемет қыз бала болуың керексің, керемет әйел болуың керексің, сонымен бірге жұмыс істеуің керексің. Әлгі Барби фильміндегі Америка Феррарының сөзін естіп пе едің? Мен соны айтып отқан сияқты, қазақша айтып отқан сияқты болып кеттім ғой. Әйел болу өте қиын деген оның несі бар, жаңағы сөзі бар, тыңдап көрсінен кейін Барби фильмінде айтады. Расында да қазақ қыздарына да дәл солай. Мына Америкаға келгенде бір байқадым, сенің сұрағың жауап емес, ой ғой. Қазақстанда жаңағы отбасын алып жүруің керексің, жұмыс істеуің керексің, еше өзің әдемі болып жүруің керексің, күтініп жүруің керексің. Мында қыздар уже Американың қыздары олай емес қой. Байқадың ба? Байқадым. Олар өздерін бағалайды, өздерін жаңағы әдемі киімсіз, макияжсыз бағалай алады. Және ол өздерінің құндылығын жаңағы ер адамға әдемі болып көрінуден іздемейді, ол өздерінің құндылығын өздерінен іздейді. Ал Қазақстанда жаңағы прессинг дейді ғой, көп. Соның ішінде жаңағы әйел адамдар жұмыс істейді, сонымен бірге бала бағады, өте қиын. Қазақстанның бір үлкен жақсы плюсы ата әже деген бізде жақсы институт бар. Ата әжелердің көмегі болмаса, Қазақстан әйелдеріне қатты қиын болушы еді. Мен өзіме келетін болсақ, менің балаларын тәрбиелегенде өзімнің енем үлкен рахмет айтам, және анам кейбірде көмектесіп тұрды, сондықтан олардың көмегімен жайлап алып жүрдім. Бұл жерде айта кететін жағдай, менің кішкентай кенже ұлымда аутизм диагнозы бар, сондықтан ол жағдайды ауырлата түседі, өйткені оған күнделікті күтім керек. Яғни оны қазір жіберіп қойып жүре алмайсың, міндетті түрде қасында болуың керексің, ол ештеңеге ұрынып қалмау керек, қауіпсіздік мәселесі бар, дамыту мәселесі бар деген сияқты. Яғни ерекше балалардың ата-аналары, соның ішінде ерекше балалардың аналарына мен басымды иемін, өте үлкен еңбек. Сондықтан мен өзімді басқа әйелдермен салыстыра алмаймын, өйткені соңғы 2-3 жылда жалпы белсенділіктен кетіп, жұмыстан кетіп, тек қана жаңағы университетте оқытушылықты ғана алып қалған себебім сол, өйткені балама күтім керек болды. Қазір бала мектепке барды. Осында келгеніміздің үлкен бір себебі де сол, өйткені Америкада ерекше балаларға деген жаңағы күтім жақсырақ деп естідік Қазақстанға қарағанда. Осында келгендегі бір себеп. Сондықтан қазір енді ол 1-ші классқа барып, енді қолым босап, жан-жағыма қарап, журналистиканы сағындым, бір нәрсе жасағым келеді деп саған өткен жұмада хабарласқаным сондықтан. Негізінде бізде әйел адам бала күту керек деген талап бар. Ер адамдар, білмеймін басқа семьяларды, менің туыстарымның және біздің үлкен тегіміздің және айналамдағы адамдарға қарасам, барлығында ер адамдар бала күтумен айналыспайды біздің отбасыларда. Мүмкін өздерінің баласын бағысатын қазақ жігіттері бар шығар, білмеймін, мен өзім көрген жоқпын. Біздің үйдегі де философия, менің жолдасым, оның жұмысы бар. Оның жұмысына кедергі келтірмеуіміз керек, оның жұмысы маңызды. Мен баланы қарап үйде отыруым керек. Мен оған қарсы емеспін, өйткені әйел адам табиғаты бойынша баланы күтуге біз ыңғайлырақпыз ғой. Бірақ менің жолдасыма рахмет, ол түсіністікпен қарап, жұмыс жасамай-ақ қой, балаға қарап отырсаң болды деген түсіністік қарады. Кейбір Қазақстанда кейбір әйелдер бар, жұмыс жасау керек. Балалары бар, күйеу жағынан көмек жоқ, қаржылай көмек бар шығар, бірақ ыдыс жуу, үй жинау деген сияқты барлығы оның мойнында. Көрінбейтін жұмыс өте көп, және ондай аналарға мен әрқашан басын дейм, көп балалы аналарға басын дейм. Үйде жай ғана баламен отырған әйелде жұмыс жоқ деп ойламаңыздар. Бұл банальды нәрсе. Олардың жұмысы
Гуглдағы жұмыстан маңызы кем емес. Өте қиын жұмыс. Бұны біз үйде баламен отыр дегенде ештеңе істемей жатқан сияқты деп сенімен сондай не істеп отырсың, неге бір нәрсемен айналыспайсың деген сұрақтар пайда болады. Сонда да балаға қарау деген ол толыққанды бөлек жеке адамның жағдайын жасау ғой. Ол кішкентай кезінен бастап белгілі бір жасқа дейін, одан кейін мектепке үлкен жұмыс қой. Өте үлкен жұмыс. Ол деген қаншама күнде 24 сағат алатын зат. Ұйқың қанат қанбайды кейде. Бұл жерде әкенің отбасыдағы маңызы өте зор деп ойлаймын бәрібір. Себебі бала мен ана бір-бірін өте жабысып жақсы көретін 3 жасқа дейін екен. Одан кейін әке өзінің орнына келіп, менің және менің жұбайым, сен баламсың, сен қасында тұр деген сияқты өзінің бір позициясын алу керек екен. Сол кезде бала түсінеді, мен баламын, мен бөлекпін, мен бөлек жанмын, анама жабысып қалған жоқпын. Және менің әкем мен шешем бар деген сияқты. Сол кезде баланың өзінің де ішкі дүниесінде өзгерістер ақырындап қалыптаса бастайды екен. Содан бастап ол түсіне бастайды. Мен жаңағы анамды ренжітпеуім керек, мен әкемді ренжітпеуім керек. Олар бір-бірін жақсы көреді деген сияқты дұрыс позициялар құрыла бастаған кезде ешқандай кейін социумда жаңағы сепарация деген проблемалар болмайды. Бұл жерде жаңа еркектердің кішкене өздерімен жұмыс істеп дамыса деген бір арман бар менде, себебі ол деген өте қатты әсер береді отбасылық жаңағы барлық позицияларға. Ер адамдар балаларына қазір балаларын үлкейгеннен кейін папаларымен әрине қарым-қатынастары жақсы, міндетті түрде демалыс күндері өздерінің уақыттары бар. Ол жағынан мен енді шағымдана алмаймын. Мен өзімнің әке-шешемді ойлап отырмын да, 90-шы жылдары үйде 5 баламыз, ауылда тұрамыз. Менің мамам 2 ма 3 па жұмыс жасап, еще 5 баласының тамағы бар. Үйде мал бар, шаруашылығы, мал, сиыр сау, оны өріске жіберу. Тірліктің бәрі менің мамамның мойнында болды. Мен қазір бас иемін ғой, мамам, менің күйеуімнің мамасы да сондай. 90-шы жылдары жалғыз басты ана жаңағы базарда тұрып сауда жасап, күні түні жаңағы отырмай еңбек етіп, 90-шы жылдардағы біздің аналарымызға ескерткіш қою керек. Ешқандай сепарация ма, басқа ма, ешқандай психологиялық проблемалар ойламай, тек қана бізді жеткіземіз деп жаңағы тартынып, тырмысып, барлық еңбектің бәрін жасап, барлық қиындықтың бәрін өткеріп, бізді осындай жарқыратып қазір қойып отырған біздің ата-аналарымыздың арқасы. Оларға үлкен рахмет. Папама да, мамама да. Мен папа мама демеймін, біз апа тәте дейміз. Мен де папам мамам өздерінің ата-аналарын солай айтады. Тәте деп айтады ма? Тәте болғанда тәте деп, керісінше апама айтады. Жоқ, бізде тәте деп біз папамызды айттық. Батыс Қазақстанда бар ондай. Мен ойлаймын, ол қайдан шыққан, орыстың тәте деген сөзі болған бұрында. Әкесіне тәте деп айтқан, может содан ба деп ойлаймын. Мүмкін дядя деген, бірақ бізде үйде сондай болды. Папа мен тәтеге де үлкен алғысын білдіремін. Бұл жерде бүгінгі подкаст туралы да ақырындап айтып кетсек болатын секілді, себебі бұл ой қалай келді, бұл подкасттың сен үшін мақсаты қандай нәтиже көргің келеді, болашақта қандай болғанын қалайсың деген секілді. Жалпы мен ютубты қатты жақсы көремін. Айтады ғой, не істеріңді білмесең, жақсы көретін нәрсеңді жұмыс қыл дейді. Мен жаңағы ютубтағы осындай подкасттарды, сұхбаттарды тыңдағанды, репортаждарды қарағанды қатты жақсы көремін. Қазақ тілінде контент өте аз. Олардың жаңағы бәріміз жақсы көретін жаңағы Тимур Балымбетов, Мамский әңгіме, дөп сөз, нәрікби, олардың барлығын тыңдап тастағанбыз. Тағы бірдеңе тыңдайын десең ештеңе жоқ. Сосын ойладым, жоқ деп отыра бермей, өзіміз осындай подкаст ашып көрсек қалай болады деп. Сосын жаңа айттым, осы журналистиканы сағынғаным бар. Қазір жұмыстан кеткенім бар. Баламның мектепке барғаны бар. Барлығы бір жерге тоғысты да, кішкене сәл 1-2 сағат уақыт пайда болғаннан кейін өзімде маған не ұнайды, сонымен айналысып көрейінші дедім. Ең бірінші бұл подкасттан мен адамдарға пайда бергім келеді, яғни қандай да бір шабыт болса оларға, тек қана екеуміз ғана отырмаймыз, болашақта үміт бар, жақсы қонақтарымыз келеді деген. Солардың бір өмірлік тәжірибелері оларға бір қандай да бір серпін, ой, шабыт берсе, маған сол өте жақсы болар еді. Біріншіден. Екіншіден, болашақта уақыт болып жатса, неліктен оны ары қарай дамытып репортаждар түсірмеске, неліктен деректі фильмдер түсірмеске деген мен ол арман ғой, әрине. Сондай жаңағы осы бастап көрейікші деп. Және маған 2 адам отырған подкаст ұнайды. Өйткені жалғыз адам өзі отырғаннан гөрі, бір бастан гөрі 2 бас жақсы дейді.
ал оның екінші басы ол еще Арайдың басы болса ол тіпті жақсы. Бір көргеннен мен сені ұнаттым, сен жассың. Сосын ойладым, мен енді не болған, мен жасым қазір 40-та, көп нәрсені мүмкін білмейтін шығармын, жастарға қызық емес шығармын. Қасыма бір жас адам болса, оны өзінің жаңағы харизмасымен тартатын, мен сәл-пәл үлкенірек жаңағы 40-тың позициясынан айтсам, олар 25-30-тың позициясынан айтса, мүмкін бір жақсы бір нәрсе шығып қалар деп саған хабарластым. Сосын атын Цукербергтің көршілері деп қойдық. Енді Цукерберг ағамыз ренжімес, ағамыз емес, менің құрдасым ғой. Сенің ағаң. Ренжи қоймас, сондай атпен енді бастап көріп жатырмыз. Адамның көпшілігі сен туралы білмейтін немесе білгенде таңғалатын қызық қасиетің бар ма? Қасиет па? Қасиет. Хобби мүмкін. Жоқ, мен ондай ерекше жан емеспін. Өте сондай бір әдеттегі адамдардың бірімін. Маған ұнайтын нәрсе табиғатта серуендеу. Күнде таңертең 1 сағат міндетті түрде табиғатқа шығамын, міндетті түрде. Өте жақсы. Шықпай қалсам, көңіл күйім бұзылып, бір ағаштармен мен ағаштармен, гүлдермен сөйлесем, мен күшті ғой. адамдар сөйлейтін шығар. Мен білмеймін, оларға жақсы жаңа сезімді білдірген адам, олардың маған деген жақсы сезімін. Бір маған қатты ұнайтын адам бар, автор Экхарт Толле деген, соның кітабы бар, The Power of Now, мен бәрін айтып жүрем. Сол Экхарт Толленің айтатын бір сөзі бар. Ол айтады, егер ағаш пен гүлге қарап сен оның сұлулығына таң қалмасаң, олар өздерінің сұлу екенін білмейді дейді. Сіз онымен сұлулығымен таң қалған кезде, сіз оларға үлкен сыйлық беріп жатсыз, олар өздерінің сұлу екенін біледі дейді. Сондай маған қатты ұнайды. Содан кейін мен жаңа жүрген жерімде табиғаттың сұлулығына мәз болып, шабыттанып, мен ешқашан жаңағы музыка тыңдамаймын, ол кезде подкаст ештеңе тыңдамаймын. Мен құстардың үнін, судың аққанын, жел, соларды тыңдап табиғатта жүргеннен мен қатты үлкен энергия аламын. Менің ең үлкен, ең жақсы көретін хоббиім сол. Адамдар білмейтін басқа қасиет дегенде білмеймін басқа ешқандай қасиет жоқ шығар. Айтып ондай керемет хоббиім де жоқ. Мүмкін білмейтін шығарсың, жай ғана өзің байқамайсың, жаңа гүл өзінің әдемі екенін айтпаса білмейді дейді ғой. Сол сияқты мен бар екеніне сенімдемін. Мүмкін кейін уақыт өте ашып жатармыз. Негізі менің осы сұрақтарым маған өте ұнады, сенің жауаптарың, көп нәрсе білдім, көп нәрсе кеше отырып оқыдым. Бұл деген маған мысалға Нью-Йоркта репортаж шығу деген өте мәртебелі нәрсе. Себебі бұндай, мысалы, мен ол салада болмағаннан кейін ондай нәрселерді түсіне бермеймін, қалай істеу керек, қалай жету керек. Менің салам ол жаңа қазіргі күнде бағдарламашы болса, бағдарламаны қалай жасау керек екенін түсінемін. Одан артық сырт жағынан ештеңе жоқ. Ол қазіргі менің мамандығым, тәжірибем бар. Одан ары қарай қайда дамитынын әлі көре жатармыз. Бірақ сонда да бұл деген өте мәртебелі, өте жақсы жетістік. Ол менің заслугым емес, мен тек жай ғана жолым болды. Өйткені Беркли университетінде магистратураның екінші жылында оқығанда бізде ковид болды, 2020 жыл. Барлығы жабылып, бүкіл дүние тоқтап қалды, иә. Сол кезде бізде профессор болды, әлі де бар, Дэвид Барстоу деген, менің ең сүйікті профессорым Беркли университетінде, біздің мектептегі. Дэвид Барстоу ол 4 рет Пулитцер сыйлығын алған адам. Ол расследовательский журналистика, инвестигейтив журнализм бойынша 4 рет Пулитцер сыйлығын алған адам. Ол мен үшін Майкл Джексон, білмеймін әлі, кім бар қандай, Бейонсе, Стив Джобс. Сіздерге қалай болса, маған Дэвид Барстоу сондай адам. Өйткені 4 рет Пулитцер сыйлығын зерттеу журналистикасынан алу деген ол ешкімнің қолынан келмеген нәрсе. Сол кісіден сабақ алу бақыты маған бұйырды. Сол кісі Нью-Йорк Таймста жасаған 20 жыл бойы. Сол кісі айтты, қазір ковид болып жатыр, не екенін білмейміз, журналистер керек, жағдай өзгеріп жатыр. Осы студенттерді алайық та жұмысқа салайық, сосын олардың репортаждарын Нью-Йорк Таймста жариялайық, менің байланысым бар деп ұсыныспен шықты. Сол кісінің байланысы арқылы ғана біздің қасымыздағы менің менторым Гаррет Зеролов пен қасымдағы тағы студент Дэниел үшеуміз жаңағы зерттеп жазып осы мақаланы Дэвид Барстоу профессордың арқасында Нью-Йорк Таймсқа шықты. Ол менің ешқандай да заслугым емес. Менде жаңағы арман болды. Dream job дейді ғой, программистерге Google-да жұмыс істеу dream job болса, журналистер үшін Нью-Йорк Таймста жұмыс істеу арман шығар. Бірақ мен ешқашан даже оған жұмыс арызын тапсырып көрген жоқпын, бірақ мен үшін ол мен нейтив спикер емеспін да, американдық журналист емеспін. Жай ғана сол бір рет мақаланы шығуы әрине үлкен мәртебе, үлкен қуаныш болды. Рахмет профессорға, Беркли университетіне рахмет.
ол болған бір ғана сәт, ол менің бір керемет жетістігім деп плакат ұстап жүре алмаймын. Бұл деген енді қазір айтып жатсың ғой, менің жетістігім емес, бұл деген артында қанша адам бар, бәріміз бірге істедік. Бұл әйел жандарға өте бір қатты сіңіп қалған бір привычка. Себебі менде де мысалға не жұмыс істедің деп айтатын болса, біз былай істедік, біз былай істедік, біздің команда, біздің менеджеріміз бар, мен және тағы басқа программистер деп бір өзім жасаған жұмысты соншалықты бәрін көрсетіп түсіндіре бастаймын да. Негізі ешбір эмоциясыз емдене алмаймыз. Өзімізге рахмет айтып, мен осылай істедім деп отыру жоқ та. Жоқ, мен оны істеген жоқпын, негізі мынау көмектесті, анау көмектесті деген сияқты. Рахмет, назар аударғаныңа. Жоқ, бұл бізге өте тән нәрсе. Сондай нәрсеге үйреніп қалғанбыз, сол себепті де мысалға маркетте жұмыс істеген кезде де еркек пен әйел өзін өзі көрсетуі екі түрлі. Еркек болса ешқандай эмоцияға салынбайды. Ол айтады, мен осылай істедім. Сіздің репортажыңыз Нью-Йорктан шығыпты ғой. Шықты. Болды. Сосын қандай респект деп отырасың да. Әйел адам қазір сенің айтып отырғаныңша менің профессорым үйтті, менің анам үйтті, сөйтті деп өзімізді кішкене қоямыз да. Сосын жақсы. Емдене білу керек дейсің ғой. Бір қызық сәт осындай екен. Негізі біз сондай айтып тұрғаның дұрыс, психологқа бару керек маған да. Күлкім келеді. Мен үшінші қызмын ғой, үйде біз 4 қыз бір ұлмыз. Сосын кішкентайымнан мен сондай бір қазақ отбасында бар ғой, қазақ отбасыларында сондай бір не бар, менталитет бар, ұлдар ең маңызды деген. Білмеймін, сіздің отбасында ондай болды ма, жоқ па? Әрине, бізде де сол. Және ол травма менде болды, әрине. Және ол қыз ретінде өзіңнің осы өмірге сүруге лайықты екеніңді артық дәлелдеуің керексің. Артық дәлелдеуің керексің. Ұлдар жай өзінің по существованию, мен бармын, мен жеткіліктімін, ал қыздар мен жеткіліксізбін, мен мамам мен папам маған қарап мені мойындау үшін маған үйту керек. Ол бәрімізде бар. Себебі қыздарға мақтау керек сияқты. Шынымен де сен әдемісің, жақсысың, ақылдысың, бәрі қолыңнан келеді. Сондықтан қыздарыңыз болса мақтай беріңіздер. Әрине, ұлдарға да мақтау керек, өзінің бір дәрежесі. Бірақ бұл дегеніміз бұрынғы болып жатқан оқиғалардың әсерінен де келе жатқан шығар. Себебі бұрын соғыс болды, ашаршылық болды. Біраз ер адамдардан айырылып қалғаннан кейін де қазіргі күнде ой, ұл бала екен, оны жаңағы ұрпағымыздың жалғасы, шаңырағымыздың иесі, анау мынау дейді, сөйтіп сақтауға тырысады. Сондықтан ерекше бір көңіл бөлінеді. Қыз деген қонақ дейді, содан кейін қонақ болып үйде жүр. Бірақ бұл деген бір жағынан өзіңе бір жақсы қасиеттер береді. Себебі сыртқы әлемде өмір сүруге адаптацияға кішкене гибкость болады да, бұл жерде flexibility. Біраз нәрсені үйренуге өте дайын. Жаңағы басқа отбасыға морально кішкентай кезінен ақырындап дайындала бастайсың. Бірақ екінші жағынан өзіңнің самооценкаң дейді, өзіңе сеніміңді кішкене төмендетіп тастағаннан кейін, ол төмендетіп тастағаннан кейін бұл тек қана жаңа біздің елде ғана емес, бұл осы жердегі кейбір әйелдерге де табиғатына тән зат. Себебі әйел деген кішкене жұмсақта болып келеді. Негативті эмоцияға өте батып кететін бір қасиеттері бар. Эмоциямен біз былай жүреміз ары-бері адасып. Өзімізге сенбейміз, эмоциямен жүреміз деп бәрін апарып тастаймыз. Табиғатымызға тән нәрсе деген ғой. Негізі өзімізді өстіп қолдап, өзіміз көтеріп қойсақ та болады. Қыздарды қолдау керек. Оны мен тағы да Америкаға келгенде түсіндім. Бұл жақта қатты бір-бірін қолдайды қыздар, әйел адамдар. Өйткені патриархалдық қоғам бұл жақта да бар. Қашан оларға сайлау құқығы қашан берілді Америкада әйелдерге? Осы 20-шы ғасыр басында, яғни оған дейін әйелдер тіпті сайлай алмаған. Бұларда да дискриминация, гендерный дискриминация бар. Сондықтан әйелдер бір-бірін қолдап жүреді, және оны Қазақстанда қыздар бір-бірін бәсекеге көруі мүмкін көбінесе. Өйткені ер адамның назарына, вниманиесіне конкурент деп. Меніңше сондай бізде бір культура бар негізінде. Бұл жақта меніңше қыздарды көбірек қолдауға тырысатын сияқты. Қыздар қолдайды, және ол өте маңызды секілді. Мүмкін жай ғана айтылатын шығар, қыздарын бір-бірін жаңа конкурент ретінде көреді, бір-бірімен дос бола алмайды деген сияқты. Бірақ менің ойымша керісінше қыздардың арасындағы достық өте мықты деп ойлаймын. Себебі түсінбейтін сөзбен айтылмайтын нәрселерді кейде түсініп жатамыз. Сондықтан ол өте терең. Сенің басындағы нәрсені
басқа адам дәл сол нәрсені басынан өткерсе жақсы түсінеді. Әйел адамның мұңын әйел түсінеді. Иә, ол рас. Осындай керемет бір нотада аяқтайық па? Жақсы, онда бұйырса айтпақшы, әр аптада бір емес, 2 аптада бір шығамыз деп келістік, солай ғой, иә? Солай. Өмірдің темпіне, Арайдың жаңағы паузасын қатты қозғай алмаймыз. Менің де шаруаларым бар, сондықтан шыққан уақытында 2 аптада бір рет шығап тұруға тырысамыз. Бұл программаны сенің, менің мамам 2 адам ғана көрсе де бастай береміз, көреміз енді, жақсы. Бәріне рахмет. Silk Road Innovation Hub'тың подкаст студиясына үлкен рахмет. Және тартпа студиясының суреті. Білесің бе бұл кісілерді? Бұл кісілерді білем. Бір қыз Айжан деген осында, келесі қонаққа тағы бір шақырайық, өте күшті. Жақсы, дизайнер ма? Ол дизайнер, жолдасы болса, осы жерде стартап жасап жатыр. Керемет. Өте стильный, қазақтың түскі киізі ғой, бірақ бұл қағаздан жасалған түскі киіз қазір, шын түскі киіз емес.